Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздермен алтын сақа деген ойынды қалай өткізуге болатыны туралы, яғни бөліскім келіп отыр. Оны мен 2-ші сыныптар арасында өткіздім. Ол үшін алдын ала Бердібек Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" шығармасынан үзіндіні оқушыларға беріп қойдым. Бір апта бұрын бердім. Оқушылар оның өз беттерімен оқыды, алдын ала айтылды. Осы шығарма бойынша, яғни сайыс болатындығы туралы айтылды. Және де үтір нүктесіне дейін оқулары тапсырылды. Енді ол ойынды өткізу үшін Яндекске Wordwall деп жазамыз. Бізге осы программа керек. Оны аштық. Осы Wordwall программасын ашқаннан кейін, енді бізге тапсырмаларды жазу керек. Ол үшін бізге ұяшықтарды ашып, яғни сұрақтарға жауап беретіндей, яғни программа керек, ұяшықтар керек бізге. Ол үшін мына главная страницаға барамыз. Одан кейін мына тапсырманы орындау. Яғни тапсырма жазу үшін мынаны басамыз. Осының ішінде бізге ұяшықты таңдаймыз. Міне, ұяшық бойынша тапсырма беретін. Мына жерде ұяшық тұр. Бұл жерге ұяшықтың аты жазылады. Мысалы, 1-ші бөлім. Яғни ойын бізде 5 бөлімнен тұрады. Бұл жерге 1-ші бөлім деп жазамыз. Бұдан кейін бөлімнің атын жазамыз. Қожа туралы білемін. Одан кейін осы бөлім бойынша қойылатын сұрақтарды жазамыз. Мына жерге сұрақтар кетеді. Одан кейін 3 сұрақ кетті. Енді ары қарай 4-ші, 5-ші сұрақтарды қою үшін мына жерде плюс батырмасын басамыз. Ары қарай келесі сұрақтарды жаза береміз. Сұрағымыздың барлығын қойып болғаннан кейін, яғни орындалды деген тетікті басамыз. Сол кезде біздің 1-ші бөлім бойынша ұяшығымыз дайын болады. 1-ші бөлім табалдырық қожа туралы білемін деп аталады. Бұл бөлімнің сұрақтарына жауап беріп, ұяшықты таңдау үшін оқушылар 1-ден 8-ге дейін нөмірленген асықтарды таңдайды. Және осы таңдаған асығындағы нөмірі бойынша кезекпен ұяшықтарды таңдап, сұраққа жауап береді. Бұл бөлімде, 1-ші бөлімде қожа туралы сұрақтар болады. Шығармадағы үзінділер бойынша қожаның сипаты туралы сұрақтар берілген. 1-ші сұрақ: қожаның сол жақ құлағының астында не бар? Келесі сұрағымыз: қожаның бойының ұзындығы неше сантиметр? 3-ші сұрақ: қожаның шашының қаттылығы қай жануардың қылшығында еді? Ойынның 2-ші бөлімі әудем жер деп аталады. Бұл жерде есімдер сөйлейді. Яғни бұл бөлімде шығармада кездесетін кейіпкерлердің есімдері беріледі. Оқушы сол бойынша не білетінін айтады. 1-ші ұяшығымыз Анфиса Михайловна. Яғни бұл ұяшықты ашқан оқушы бұл кісі туралы, яғни ол кісінің кім екенін, не біледі шығарма бойынша айтып жауап береді. Келесі Оспанов дейді. 3-шіміз Темір. 4-ші бізде Әубәкір. Жантас. Солтан. Майқанова апай.
Bir айта кететінім, әр бөлім бойынша оқушылар жауап берген, яғни сұрақтарына асықтар алып отырады. Ойынның соңында сол бойынша қорытынды шығарылады. Үшінші бөлім бізде бел асар деп аталады, қожа мектепте. Майқанова апайдың сабақ сұрау тәсілі қалай еді? Келесі ұяшықта қандай сұрақ беріліпті? Орыс тілі сабағында үй тапсырмасына бірінші жауап берген кім? Қадыровтың мектептен шығарылуын қолдаған кім? Орыс тілінен жаттауға берілген өлең қалай аталады? Ойынның төртінші бөлімі жол айрық, сөйлемді жалғастыр деп аталады. Бұл бөлім бойынша ұяшықтарды ашып қарайық. Шынын айтсам, бұл о баста. Ары қарай оқушы осы сөйлемді жобалап болса да жалғастырады. Келесі ұяшықты қарайық. Балалар дүр етіп түрегелді. Маған емес, әрине. Ары қарай жалғастыру керек. Қысқы кешті жаттамақ түгілі мен. Келесі ұяшығымыз. Көзімді ашып қалып қабырға сағатқа. Ары қарай оқушы жалғастырады. Атымды айта бастасам. Яғни сөйлемді жалғастыру керек. Алтыншы ұяшық. Жандар тәрізді қылжақтар осының өзінде дұрыс айтпайды. Әдейі шығарма бойынша сөйлемді жобалап жалғастырады. Егер шашым болса, 8-ші ұяшықты қарайық. Әке деген сөзді айтқанда. Ойынның келесі бөлімі 5-ші бөлім, соңғы бөлім. Алтын көмбе деп аталады, оқиғаны баянда. Бұл жерде берілген оқиғаларды оқушылар баяндауы қажет. Бірінші ұяшықта Қадыр менің әкем. Яғни шығарма бойынша осы Қадыр менің әкем деген оқиғаны баяндайды. Әкесі туралы айтады. Келесі 2-ші бөлім. Класс жиналысы дүйсенбі күні сабақ соңынан шақырылды. Онда не туралы болды? Оқиға баяндалады. 3-ші ұяшықта адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт. 4-ші ұяшықта үй тапсырмасын оқымаған қожа. Ары қарай 5-ші орыс тілі сабағы. 7-ші ұяшықта кітаптағы ең бір қайғылы тарау болар деймін дейді. Оқушылар ары қарай баяндайды. Педсовет немен тынды? Келесі ұяшығымызда оқушы ары қарай баяндайды. Осымен 5 бөлім бойынша ойын аяқталды. Әр бөлім бойынша сұрақтарға жауап берген оқушы асықтарға ие болып отырады. Жауап бермеген жағдайда асық қоржынға салынбайды. 5-ші бөлім аяқталғаннан кейін оқушылардың асықтары саналады. Ең көп асық жинаған оқушы ойынның жеңімпазы атанады. Міне осындай ойын түрі. Бұл ойын түрінің бір жақсысы оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттырады. Оқушылар кітапты белсене оқиды. Ойын ұнаса, әріптестер, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.